Сәлем баршаларыңа, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай ассортик дайындайтын боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен біздер осылай монтаждың көмегінде банкілерімізді 7-8 минутқа булап, суымызды да қайнатып дайындап қоямыз. Қақпағында 3-4 минутқа қайнатып аламыз. Енді керекті көкөністерімізді осылай жуып тазалап, капустамызды осылай ұсақтап, орташа көлемде кесіп дайындап аламыз. Одан кейін алдын ала қиярымызды да екі жағын тазартып, 1-2 сағатқа салқын суға қойып дайындап аламыз. Буланып дайын болған банкілерімізге осылай көкөністерімізді, укропымызды, қиярымызды, капустамызды, алгарбошымызды осылай реттестіріп, барлығын банкілерімізге салып дайындап алатын боламын. Неге осылай қатты бастамай осылай салып бағы дайындап алдым. Енді осының үстіне шай қасықпенен жарты қасық қара бұршымызды саламыз. Лавр жапырағынан саламыз. Ащы бұршымызды салып, осылайша қайнап тұрған суымызды осылайша құйып, барлық банкілерімізді құйып, 20 минутта қоятын боламыз. Енді осы 20 минут қойғаннан кейін суын осылай төгіп, үстіне ас қасықпенен орташа көлемде 1,5 қасық тұз саламын. Бір таблетка аспирин саламын. Енді осының үстіне қайнаған суымызды құйып, қақпағында кішкене уксус құйып аламын. Осылай жайқап, банкілерімізді осылай жауып алатын боламын. Неге осылай закрывалкамен жауып, одан кейін осылай 1-2 рет аунатып аламыз, тұзы еру үшін. Енді 2 литрлік банкіден 4 банка шықты. Енді осыны жылы жерге бір күнге орап қоямыз. Қыздар мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламыз. Сол жерден қарасаңыз болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің видеом ұнаса, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз.